Бүгін бізде қонақта Италиядан келген эколог маман Роберто Болтри. Қайырлы күн, Роберто мырза. Бізде мынандай сұрақтар туындап жатыр. Байтақ партиясы несімен сізге қызық болды? Come è interessante voi partito Verdi Baitak? Io sono interessato al Partito Verde del Kazakistan perché in Italia 50 anni fa sono diventato prima deputato del Partito Comunista e poi ho aiutato tanti amici a fondare il Partito Verde della mia regione nelle Marche in Italia. Өйткені мен өзімнің 50 жылғы бұрынғы тәжірибемді еске алдым сіздердің партиямен танысқаннан кейін. Осыдан 50 жыл бұрын біз италияндық жасыл экология партиясын құруның негізін қалаушылардың бірі болдым, коммунистік партия кезінде дейді. Жақсы, рахмет. Тағы да бір сұрақ, Аралдың жағдайына байланысты. Арал экологиясы қандай жағдайда қазір, қалай ойлайсыз? Come voi pensa ecologia Arala questo tempo? Io sono arrivato 25 anni fa, prima in Uzbekistan, poi in Kazakistan per lavorare sul mare d'Aral. 25 anni fa ho trovato tanti furbi che invece di risolvere i problemi dell'Aral pensavano solo a guadagnare. Io invece sono venuto come volontario, senza stipendio. Арал ситуациясы мен таныс болғаныма 26 жыл бұрын болды дейді. Өзбекстанда бірінші таныстым, одан кейін Қазақстанда. Сол кезде мен сол проектлермен бірге жұмыс істеген кезде Аралдың жағдайымен көп проекттер жұмыс жасады, бірақ көбісі әркім өзінің қалтасын толтырып қулық жасады дейді. Сондықтан Аралдың экологиясы ешқандай нәтиже берген жоқ. Қазіргі уақытта Аралдың нәтижесі онша жақсы емес дейді. Tecnicamente con la diga e il piccolo Aral il problema oggi sembra risolto. Техникалық жағынан қарағанда кіші Арал қолға алуға болады деп ойлаймын қазіргі уақытта дейді. Кіші Аралды сақтап қалуға болады, бірақ техникалық жағдайын сақтап жасаса дейді. Ma rimane un grande problema politico, mettere d'accordo uzbeki, tagiki e kazaki e turmeni a gestire in modo amichevole le acque del Sirdarya e Murdarya. Ол үшін бүкіл осы Өзбекстан, Тәжікстан, Қырғызстан, Қазақстан бірге жұмыс жасау керек. Тек қана Қазақстанға емес, Арал бәрі осы республикаларға ортақ. Бірігіп жасамаса, ол Аралдың экологиясын орнына келтіру мүмкін емес дейді. Ортақтасып бір идеяға келіп, достықпенен жақсы бір нәтижеге жетуге болады дейді. Осы республикалармен. Жақсы, рахмет. Bisogna superare gli egoismi delle singole nazioni e pensare al bene comune, che è l'acqua. Мынау енді әркімнің өзінің тәкаппарлығын алдыға тартпай дейді әр мемлекет. Достықпенен, мейірімменен ортақ шешімге келіп, Аралға жаны ашса, Аралды орнына келтіруге болады дейді. Oggi ci sono nuove tecnologie che si chiamano Decision Supporting System, programmi al computer e modelli. Қазіргі уақытта компьютерлік системаменен көп нәтижелер шығаруға болады. Экосистема деген техникалық европалық системалар бар дейді. Сонымен жасауға болады дейді. Che consentono ai politici di scegliere e decidere, sapendo che ogni decisione che danni e problemi crea agli altri. Саясаттағылар әрбір осы тақырыптарға көңіл көп бөлу керек, саясаттағылар. Өйткені халықтың болашағы осы Арал экологиясына байланысты. Quindi la conclusione, alziamo e facciamo più grande la diga del piccolo Aral e basta chiacchiere dei politici e passiamo ai fatti. Көп сөзді қойып, саясаткерлер Аралдың, кіші Аралдан бастап, жан-жағын жинақтап, Аралды орталық тақырыпқа айналдыруымыз керек дейді. Ауыз суға қанша пайдаланып, соның бәрін нақты есеппен келтіріп, ортақ шешім жасауға болады дейді, математикалық. Però se si chiede ai tagiki di lasciar correre l'acqua della Murdaria, magari in cambio bisogna dargli anche un po' di gas. Жүрегімде өзімді жас сезінемін әлде де дейді. E quando vedo i giovani mi viene voglia di aiutarli.
осындай идеясы бар жастар көрген кезде мен өзім көмегімді, тәжірибемді алмастырғым келіп тұрады дейді. Quindi finché il Partito Verde avrà tanti giovani, il vecchietto Boltri non mancherà di aiutarli. Осы жастар партиясы, жасылдар партиясы болашақта жұмыс жасайтын болса, Ақсақал Болтри ақсақал Болтри көмектесуге әрқашан дайын дейді.